Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сілтемелер, 27 параграф. Бүгінгі сабақта біз сілтемелерді ұйымдастыруды, дәлірек айтсақ, мазмұн қоюды мәтінге, мәтіндегі атауға байланысты сілтемелер қоюға, немесе мәтіндегі кейбір сөздерге, немесе мәтін бөлігіне қатысты түсіндірмелер қоюға үйренетін боламыз. Баспа өнімдерінің атап айтқанда оқулықтар болсын, журналдар болсын, өздеріңіз көріп отырғандай, немесе қандай да бір көркем әдебиеттер және тағы да басқа мәтіндердің безендірудің түрлі әдістері бар екені бізге мәлім. Бірақ дегенмен біз тек қана оны пішімдеумен ғана шектелеміз, редакциялаумен ғана шектелеміз. Мәтінді құжатқа талап етілетін қажетті жұмыстар пішімдеу кезеңінде жүзеге асырылады. Осы кезеңде біз сілтемелерді қойып үйренуіміз керек болады. Ал сілтемелер, түсіндірмелер, нысандық көрсеткіштер, мазмұн және тағы да басқалар кез келген құжатқа қажетті сыртқы түр береді. Яғни өздеріңізге белгілі, біздің информатика оқулығын алатын болсақ, 172 бетте мазмұны бар. Сол мазмұнына қарап, біз қай тақырыптың қай бетте орналасқан көруімізге болады. Осы аталған элементтердің қолданылуын құжатты күрделі пішімдеу арқылы, яғни Microsoft Word программасында қарастыратын боламыз. Олай болса, құжаттың түрлі бөліктеріне сілтемелер құрудан бастайық. Сілтеме тек мәтіннен мәтінге ғана емес, сонымен қатар нысаннан мәтінге, мәтіннен нысанға, және де нысаннан нысанға да қойыла береді. Ол үшін бізге сілтемелер бөлімі көмекке келеді. Яғни сілтемелер бөлімін қарастырамыз деген сөз. Сілтемелер бөліміндегі сілтемен түрлері негізі 6. Олар оглавление, қазақша мазмұн тобының элементтері, яғни мазмұн, сноски, түсіндірмелер, түсіндірмелер тобының элементтері, ссылки и списки литературы, яғни сілтемелер және әдебиеттер тізімінің элементтер тобы, название, атаулар, бұл 4-ші сілтемен түрі, предметный указатель, нысандық көрсеткіш тобының элементтері, және таблица ссылок, сілтемелер кестесінің элементтер тобы. Енді дәлірек тағы да кішкене үлкейтіп қарайтын болсақ, жақындатып қарайтын болсақ, мазмұн тобы, түсіндірмелер, сілтемелер және әдебиеттер тізімі, атаулар, пәндік көрсеткіш немесе нысандық көрсеткіш, және де сілтемелер кестесі. Біз қазір мысалымызда мазмұн тобының элементтерін қолданып көрейік. Өздерің информатика оқулығында білетіндей, мазмұн бойынша бізде 1-ші параграф эргономика ұғымы, 2-ші параграф есептеуіш техникасының даму тарихы, 3-ші параграф компьютер қызметі деген тақырыптардан басталады. Яғни мен осы 3 тақырыпты 3 бетке жазып қойдым. Енді біз бұған мазмұн қоятын болсақ, ең алдымен тақырыптарды ерекшелеп аламыз. Одан кейін главная бөліміндегі қажетті стильді таңдаймыз. Бізге керегі заголовок 1, яғни тақырып 1 деген стиль басамын. Өздеріңіз байқап отқандарыңыздай, стиль, яғни пішімдеу өзгерді. Тура осы әрекетті мен 2-ші параграфтың тақырыбына да жүргіземін. Және де 3-ші параграфтың тақырыптарына жүргіземін. Тақырыптар өзгерді, яғни пішімдеулер өзгерді. Енді мен мазмұнды қоятын орынды таңдаймын. Егер мен мәтіннің ең бас жағына қоятын болсам, онда Enter'ді басайын да, осы жерге қою керек болатын болса, курсорды осы жерге алып келемін. Сәйкесінше ссылки, назар аударамыз, оглавлениені басамын. Өзіме қажетті түрді таңдаймын. Маған осы 1-ші автособираемый оглавление керек, яғни автоматты түрде жинайтын мазмұнның 1-ші типі. Басамын, ауысты. Яғни эргономика ұғымы менде 1-ші бетте тұр. Есептеуіш техникасының даму тарихы тақырыбы менде 2-ші бетте тұр. Компьютердің қызметі тақырыбы менде 3-ші бетте тұр. Маған өзгертетін бір нәрсе оглавление қазақ тілінде болады мазмұны.
Болды, менде мазмұн дайын. Яғни сілтемелердегі бірінші біз қарастыратын сілтеменің түрі дайын тұр. Енді екінші сілтеме, яғни түсіндірме. Ол қалай жүргізіледі? Қазір екінші файлдан ашып қарастырайық. Бұл деректі мен әрине Википедиядан алдым. Өздеріңіз білесіздер, биыл Абай Құнанбайұлының туылғанына 175 жыл толуына орай мен осы мәтінді алдым. Енді бізге қажетті нәрсе Абай Құнанбаев ақын ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Маған керегі осы жерге дейінгі мәтін болсынша. Саяси қайраткер. Жоқ, онда мынаны алайық. Абай Құнанбаев деген сөзді мен қай жерден табуға болатынын жайлы сілтеме жасайын. Яғни мен осы жерді белгіледім. Одан кейін вставить сноску, яғни түсіндірме қою деген батырманы басамын. Төменгі бетте мен сілтеме жасайсам болады. abay.kz. Яғни осы жерден ақпаратты іздесеңіздер табасыздар деген мағынада. Енді тағы да бір сілтеме жасап көрейік. Яғни түсіндірменің тағы біреуін жасап көрейік. Мысалы үшін мен мына Еуропа деген сөз мен білмеймін деп есептесек, осы сөзге мен қысқаша түсініктеме беруіме болады. Яғни түсіндірме беруіме болады. Осы Еуропа сөзінің аяғына келемінде курсорды басып, одан кейін вставить сноску, яғни түсіндірме енгізу, түсіндірме қою командасын тағы да бір рет басамын. Маған екінші түсіндірме пайда болады. Дәл осы жерде мен Еуропаның не екенін, яғни ол Еуразия құрлығының батыс бөлігін алып жатқан бір дүниенің бөлігі екен, жерге жазып кетсем болады. Еуразия құрлығының батыс бөлігін алып жатқан дүние бөлігі. Олай болса, менде қазір екі түсіндірме пайда болды, сәйкесінше 1 және 2 деген жоғарғы индекстегі мәтіндер тұр. Енді мен атауға байланысты сілтеме қояйын. Дәлірек айтсақ, мен мына нысанды алайын, яғни суретті алайын. Абай Құнанбайұлының суретін алайық. Басамын. Атау қоюда Абай Құнанбайұлы деп тұр. Автоматты түрде шығып тұр. Егер автоматты түрде шықпайтын болса, мен создать деген батырманы қойсам болады да, осы жерге мен өз атымды жазсам болады. Яғни бірінші сурет немесе Абай Құнанбайұлы деп қоямын. Болды. Одан кейін мен бірінші сурет деп мына жерге кіргізіп қойсам болады жақшаның ішіне. Окейді басамын. Төмен жаққа пайда болды суреттің. 1 деген жазуды өшірсем болады. Одан кейін сіздерге айтқан бірінші сурет дедім. Оны әрине сәйкесінше нысанмен туралайтын болсақ, ортасына қойып қояйын. Одан кейін бірінші сурет деген жазуды мен осы жерге қояйын. Немесе мына жерге қояйын. Бірінші сурет. Осымен бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Енді сіздерге қосымша тапсырма бере кетейін. Информатика оқулығының 138 бетін ашып, жауап берейік айдары бар. Яғни бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың бірінші, екінші және үшінші сұрақтарына жауап берулеріңізді өтінемін. Одан кейін 139 беттегі себебін анықтайық айдары бар, яғни екінші тапсырма. Авторлар неліктен мәтіндік құжаттарға сілтемелер, түсіндірмелер және гиперсілтемелер қосады деп ойлайсыз? Өз ойыңызды білдіруіңіз керек. Және де 139 беттегі 4-ші тапсырма, яғни дәптерге орындайық айдары. Сілтемелер бөлімінің топтары мен олардың атқаратын қызметтері берілген. Сіздер соны сызбаға салып толтыруларыңыз керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.